Саламатсыздарма оқушылар, 4-ші сынып математикасына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есепті шығаруда санды және әріпті өрнектерді қолдану, астероидтар мен құйрықты жұлдыздар. Сабақтың мақсаттары: санды және әріпті өрнектерді түрлендіресің, айнымалысы бар өрнектер құрасың және оларды есепті шығару үшін қолданасың. Ендеше оқушылар, өткен сабақта сіздерге астероидтар мен құйрықты жұлдыздар туралы мәлімет берген болатынмын. Қолымызға калькуляторды алып, өрнектердің мәнін тауып көрейік. Дұрыс тапсақ, осы планетаралық кеңістіктен жерге құлаған тастар мен темір кесектердің қалай аталатынын білетін боламыз. Ендеше бастаймыз. 10.000 бөлемін 250-ге. 40-қа тең екен. 175.500-ді бөлемін 500-ге. 351-ге тең екен. 42.142-ні 2-ге бөлеміз. 21.071. 250-ді 8-ге көбейтеміз. 2000-ға тең екен. Жарайсыздар. 848.400-ді 2-ге бөлеміз. 424.200. Жарайсыңдар. Келесі 560.000-ді 800-ге бөлеміз. 700-ге тең екен. Өте жақсы. 42.006-ны бөлеміз 6-ға. 701-ге тең. Жарайсыңдар. 1212-ні 4-ке көбейтеміз. 4848. Өте жақсы. Сонымен балалар, бұл кеңістіктен жерге құлаған тастар мен темір кесектер қалай аталады екен? Метеориттер. Өте жақсы. Ендеше назарларыңызға метеориттер туралы қысқаша бейне баян ұсынамын. Спасибо. Считается, что более мелкие из них – это осколки разрушившихся комет, а более крупные – осколки астероидов, которые иногда сталкиваются между собой и тоже разрушаются. Часть этих осколков падает на Землю и полностью или частично сгорает в атмосфере, оставляя в ночном небе светящийся след. В таком случае метеороиды называют уже метеорами. Они сгоревшие их части, упавшие на Землю, называют метеоритами. Метеориты имеют огромное значение для науки, поскольку имеют внеземное происхождение. И хотя на Землю за сутки падает приблизительно 10 тонн метеоритного вещества, находят метеориты достаточно редко. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ендеше есеп шығаруға кірісейік. Үшінші тапсырма. Өрнектерді жаз, әріптердің берілген мәнінде өрнектерді есепте. Жұмысшы С қорап әзірледі. Бұл жасалу керек қораптың 9-дан 1 бөлігін құрайды. Қанша қорап жасау керек? Мұндағы С 2900-ге тең. Оқушылар, есеп не туралы? Дұрыс айтасың, жасалған қораптар туралы. Есептен не белгілі? Жұмысшысының С қорап жасағаны белгілі. Тағы не белгілі? Бұл жасалу керек қораптың 9-дан 1 бөлік екені белгілі. Ал енді есептен не белгісіз? Қанша қорап жасау керектігі белгісіз. Ендеше әзірледі. Қанша қорап? С қорап әзірледі. Жасау керек белгісіз қорап. Әзірленген қорап жасалу керек қораптың 9-дан 1 бөлігі. Мұндағы С тең 290-ға. Шешуі. Өрнек құрамыз. С көбейту 9 бөлемін 1 азайтамын С. С мен 9-ның көбейтіндісін бірге не себепті бөлдік? Себебі әзірленген қорап С бұл барлық жасалу керек қораптың 9-дан 1 бөлігі дейді. Сондықтан 9-ға бөліп біреуін алғандағымен тең.
кері амал орындаған кезде бұған 9-сыны 9-ға көбейтіп 1-ге бөлеміз. Барлық қанша қорап жасалу керектігі шығады бұл жерден. Енді азайту с дегеніміз, енді мына әзірленген қораптан басқа әлі қанша қорап жасалған жоқ, соны табамыз. Енді с айнымалысының мәнін орнына қойып есептеп көрейік. 290-ды 9-ға көбейтіп 1-ге бөлдім. Бұл барлық жасалу керек қораптардың саны шығады бұл жерден. 290 әзірленген қораптардың саны, 9 бұл әзірленген қорап, барлық қораптың 9-дан 1 бөлігі болғандықтан 9-ға көбейттік және де 1-ге бөлдік. Бұл мына аралық балалар. 209 көбейтілген 9 бөлемін 1. Бұл барлығы қанша қорап жасалу керек екені табамыз бұл арқылы. Енді азайту 290. Неліктен азайттық? Себебі мына барлық жасалу керек қораптар санынан жасалынған қораптың, әзірленген қорапты азайтып тастадық. Енді 2610-нан азайтамыз 290. 230 қорап жасалу керек екен. Әлі де мұна әзірленген қорапты санамағанда 2320 қорап жасалу керек. Жауабы: жұмысшы 2320 қорап жасалу керек. Айнымалысы бар өрнек. С айнымалы бұл жерде. Ал мына өрнегіміз біздің бұл санды өрнек. Айнымалының орнына сан мәнін қойдық. Келесі тапсырма. Есепті амалдар бойынша шығар. Неше амалмен шықты? Автобекетте 1000 машине бар. Олардың 385-і жеңіл, ал қалғаны жүк машинелері. Жүк машинелердің 5-2 бөлігі техникалық байқауға жөнелтілді. Автобекетте неше жүк машинесі қалды? Енді есепті талдап жіберейік. Есеп не туралы оқушылар? Дұрыс айтасыңдар, автобекеттегі машинелер туралы. Есептен не белгілі? Автобекетте 1000 машине бар екені, және де 385-і жеңіл машина бар екені белгілі. Тағы не белгілі? Жүк машинелердің 5-2 бөлігі техникалық байқауға жөнелтілгені белгілі. Есептен не белгісіз? Барлығы қанша жүк машине екені және автобекетте қанша жүк машинесі қалғаны белгісіз. Алдымен нені тауып аламыз, оқушылар, ойланайықшы. Дұрыс айтасың, автобекеттегі барлық жүк машинесінің санын тауып аламыз. Ендеше есептеуге кірісейік. Барлығы 1000 машине, жеңіл машине 385, жүк машине белгісіз. Техникалық байқауға белгісіз, яғни жүк машинесінің 2-ден 5 бөлігі жөнелтілді. Қалды белгісіз жүк машинесі. Шешуі: бірінші амалда барлық жүк машинесін тауып аламыз. Ол үшін барлық машинеден жеңіл машиненің санын азайтамыз. 1000-нан 385-ті азайтқанда 615. Автобекетте барлығы 615 жүк машинесі бар екен. Екінші амалда осы 615-ті 5-ке бөліп 2-ге көбейтеміз. Яғни бұл техникалық байқауға жіберілген машинелердің санын табамыз бұдан. 246 жүк машинесі техникалық байқауға жіберілген екен. Біздің табатынымыз қанша жүк машинесі автобекетте қалғаны. Ол үшін барлық жүк машинесінің санынан техникалық байқауға жіберілген жүк машинелерінің санын азайтамыз. Яғни 615-тен 246-ны азайтамыз. 369 жүк машинесі автобекетте қалған екен. Жауабы: автобекетте 369 жүк машинесі қалды. Жарайсыңдар. Бүтіннің бөлігі бойынша бүтінді есептеп шығардық. Келесі тапсырма. Ғарыш станциясындағы ғарышкерлер 4 ай бойы өсімдіктердің орбитада қалай тіршілік ететінін зерттеді.
Олар бидайдың өскенін бақылап, ай сайын биіктігін жазып отырды. Бір айдан кейін оның биіктігі 16 сантиметр, 2 айдан кейін 24 сантиметр, 3 айдан кейін 28 сантиметр болды. Егер өсу заңдылығы сақталатын болса, бидай 4 айдан кейін қанша сантиметрге өседі? Ендеше оқушылар, менің сұрақтарыма жауап беріп көріңдер. Бір айдан кейін қанша сантиметр болды дейді? Дұрыс айтасың, 16 сантиметр. Ал 2 айдан кейін 24 сантиметр, дұрыс. Ал 3 айдан кейін қанша сантиметр болған? Дұрыс, 28 сантиметр. Енді бізге не белгісіз, оқушылар? Дұрыс айтасыңдар, 4 айдан кейін қанша сантиметрге өсетіні белгісіз. Енді бұл 4 айдан кейін қанша сантиметр болатын табу үшін мына аралықта қандай заңдылықтар сақталған тауып алуымыз қажет. Ол үшін екінші айдан бірінші айдағы өскен биіктігін азайтамыз. Яғни 24-тен 16-ны азайтамыз. 8. Бірінші ай мен екінші айдың аралығында 8 сантиметрге өскен екен. Келесі екінші ай мен үшінші айдың аралығында бидай қанша сантиметрге өскенін табамыз. Ол үшін 28-ден 24-ті азайтамыз. 4 сантиметрге өскен екен. Мұна 2 айдың аралығында 4 сантиметрге өскен. Енді не байқап тұрсыздар, оқушылар? Мұна 2 айдың аралығында не байқалды? Дұрыс айтасыңдар. 2 есе кеміп келе жатыр. Ендеше мұна аралық пен мұна аралықты табу үшін не істейміз? Яғни мұна 4-ті 2-ге бөлеміз. 2. Сонда мұна аралық 3-ші ай мен 4-ші ай аралығында ол 2 сантиметрге өседі екен. Оны, яғни X бұл 4-ші айдағы биіктік, азайтамын 28 тең 2-ге тең. X-ті табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосамын. Сонда азайғыш шығады. Демек, азайғышым бізде 28-де 2-ні қосқанда 30 сантиметрге. Жарайсыздар, 4 айдан кейін бидайдың биіктігі 30 сантиметрге өседі екен. Түсінікті ме, оқушылар? Жарайсыңдар. Ендеше, бүгінгі алған білімдеріңізді өз беттеріңізбен жұмыстанып көріңіздер. Жұмыс дәптеріндегі 21-22 беттегі 1-2 тапсырмаларды орында. Кері байланыс. Сабақ мен үшін түсінікті, орташа түсіндім, түсінбедім, сұрағым бар. Жарайсыздар, оқушылар, бүгінгі сабақты өте жақсы түсінді деп ойлаймын. Сау болыңыздар.